саламатсыздарбы балалар? Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымыз бастамас бұрын сендермен кішігірім психологиялық ахуал орнатайық. Менімен бірге сендермен жи көмекшімде сабақ өтетін болады. Сәлем оқушылар. Мен жасанды интеллект бүгін сендерге арнайы тапсырмалар әкелдім. Бірақ алдымен жылы көңілмен бір-бірімізді қуантайық. Бүгін біз бір-бірімізді қуанту үшін сендерге сиқырлы тақта алып келдім. Ол жерде бүгінгі сабаққа сендерге сәттілік тілектер жазылады, яғни математикалық тілдер. Тақтаға қазір бір-бірден шығып, өзіміздің тілегімізді алайық. Кәнекей, келе қойған болады. Яғни тілек алу батырмасын басып, өзіміздің бүгінгі сабаққа тілегімізді алайық. Не дейді? Есеп шығарманы зейінен 5 саусақтай мықты болсын. Жарайсың. Келесі әдір, келе қой. Әрбір басқанынан ісің 10 нәтиже берсін. Жарайсың. Келе Айсұлтан. Математика әлемінде ең тапқыр оқушы бол. Жарайсың. Нұрай, келе қой. Сабақта ең жылдам есептейтін оқушы бол. Ал балалар, біз өткен тақырыптағы үй жұмысын тексеретін боламыз. Қазір сендердің қолдарында қызыл және жасыл карточкалар бар. Яғни бұл карточкалар арқылы үй жұмысын өз-өздеріңді тексеретін боласыңдар. Егер есептің жауабы дұрыс болса, жасыл карточканы, қате болса, қызыл карточканы көтереміз. Бұл үй жұмысын тексеру әдісі сендердің шынайылыққа, әділдікке үйрететін болады. Есептің енді шешіміне келетін болайық. Үйге берілген тапсырманың бірінші жауабының есебінің 10-нан 3 дұрыс болса жасылды көтерейік. Жарайсыңдар, барлығымыз дұрыс екен. Екінші есептің жауабы 7-ден 6. Жарайсыңдар. Яғни көпшілігіміз үй жұмысын түсінген екенбіз. Ал балалар, енді біз топқа бөлінуге математикалық тартыс деген топқа бөлу, яғни жасанды интеллект арқылы өздеріне жерде тұстаған түндерінің тұсын бастағандар қай топқа түскендеріңді бірден бөліп өзі беретін болады. Енді кәнекей топқа бөлінейік. Ал келесі, құрмет келе ғой. Өзіңнің атын таңдап. Жарайсың. Келесі, Дәулетбақ келе ғой. Өзіңнің атыңды басып, қайтып басып көрейік. Зеректер тобына кел отыра ғой. Келесі, Кәусар, кел. Кәусар, келе ғой, өзіңнің тобыңдан ұстайық. Ал олар тобын тоқтай келе. Ал балалар, бүгінгі бағалау парамен танысайық. Бүгін сендермен жеке, топтық және жұптық жұмыстар жүргізіледі. Сол кезде әр тапсырма сайын өздерің балық жүйесін беріп отырасыңдар. Мысалы, бірінші тапсырмада дұрыс орындасақ, бір нені бояймыз. Дәл солай сабақтың соңына дейін шыңның басына шығуымыз керек. Жарайсыңдар. Осыны ұмытпай белгілеп отырамыз. Ал балалар, енді сабағымызды бастайық. Менің жи көмекшімді бір ауысыңдар кетейін. Оқушылар, қазір мен сендермен ерекше математикалық детектив миссиясын бастаймын. Бірінші миссияда мен сендерге 4 түрлі есеп беремін. Егер сендер олардың арасындағы байланысты таба алсаңдар, бүгінгі сабақтың тақырыбын өздерің ашасыңдар. Ал балалар, бүгінгі тақырыпты енді өзіңіз ашады екенсіздер. Мына бір есепке назар аударайық. Мінекей, берілген біздегі 10-нан 9 деген қандай не? Жай бөлшек. Бұл жерде қандай амалдар тұр? Азайту, қосу. Демек, мына есепке қарасақ, бүгінгі тақырып қандай деп ойлаймыз? Бүгінгі сабақтың мақсаты бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайтуды орындау екен. Енді бүгінгі сабақта түсіндірме жүргізейік. Жалпы, егер жай бөлшектердің бөлімдері бірдей болса, біз тек алындарын қосамыз, немесе азайтамыз. Ал бөлімі не істейді? Сол күйінде қалады. Ал егер бөлімдері әртүрлі болса, алды
ең кіші ортақ есебін табамыз да бөлімдерін бірдей етеміз. Яғни басты ереже алдымен бөлімді теңестіріп алуымыз керек. Содан кейін барып не істейміз? Амал орындаймыз. Жарайсыңдар. Ал келесі G көмекшіміздің сөзіне құлақ асайық. Детективтер назар аударыңдар. Сендер алдыңғы миссияны тамаша орындадыңдар. Енді келесі кезеңге өтеміз. Мен сендерге ерекше бөлшектер доминосын дайындадым. Бұл жерде дұрыс шешімді тапсаңдар ғана тізбек жалғасады. Қолдарыңдағы қағаз доминоны біріктіріп, нәтижені тексеру үшін менің цифрлық зертханама кіріңдер. Ал балалар, бүгінгі топтық тапсырмамыз домино әдісі. Қазір мен сендерге парақ таратамын. Сол парақ бойынша есепті шығарамыз. Шығарып болғаннан кейін әр топтан бір оқушыдан келіп өз тобының есебін істейді, құрастыратын болады. Түсінікті ғой, ал есепті бастайық. Ал оқушылар, бүгінгі тапсырманы орындадық па? Олай болса, бірінші топтан бастап, мына экранда көрсетілген есептің жауаптарын орнына апарып қоятын боламыз. Бірінші есепке қарайық. 8-ден 2 қосылған 8-ден 3. 8. Келе ғой, қазір орнына апарып қояйық. Яғни берілген жауапты бірінші орнына апарып қоямыз. 8-ден 5-тен қай жерде екен? Үшінші тұр екен, оны бірге апарамыз. Жарайсың. Келесі 8-ден 5 азайтылған 8-ден 1. 8-ден 4. Бірақ бізден әже 8-ден 4 деген жауап жоқ. Демек естейді ол? Қысқартылады. 8-ден 4 нешеге қысқарады? 2-ден 1. 2-ден 1. Дұрыс, жарайсың. Келе ғой, орнына апарып қояйық. Яғни екінші есептің жауабы. Жарайсың. Ал балалар, бірінші топтық жұмыс бітті. Енді келесі топтық жұмыстан назар аударайық. G көмекшімнің сөзіне тыңдап алайық. Жарайсыңдар. Бірақ бұл бәрі емес. Менің құпия архивімде 3 түрлі сөз есеп бар. Әр топ өзіне тиесілі есепті падлет қабырғасында табады. Шешімдеріңді сол жерге комментарий түрінде қалдырыңдар. Уақыт шектеулі, бірақ мен сендерге сенемін. Математикалық агенттер. Ал балалар, келесі падлет тақтасында мәтін есепті шығаратын боламыз. Әр топта бір есептен. Бірінші топ бірінші есепті шығарасыңдар, екінші топ келесі есеп шығарады, үшінші топ мына есеп шығарады. Егер есепті дұрыс көріп жатса, мына суреттің үстін бассаңдар үлкейтіледі. Ал уақыт кетті, бастайық. Мінекей. Енді шешімін мына тұсқа жазайық. Шешімдері экранға көрсетілді. 80-де 23. Жауаптарын дұрыс. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Топтық жұмыстың есептерін 3 топта дұрыс шығарды. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Жарайсыңдар. Енді сендерді жаңа кезең күтеді. Жұптық миссия. Бірінші тапсырма экрандағы өрнектердің мәнін бірге есептеңдер. Кім бірінші шешсе, лупаны қолына алып, экраннан дұрыс жауапты табады. Екінші тапсырма сендерге құпия хат келеді, теңдеулерді шешіңдер және дұрыс шешіммен сәйкестендіріңдер. Бір-біріңді әділ бағалаңдар, нағыз серіктестер осылай шыңдалады. Сәттілік. Ал енді келесі тапсырма бізде жұптық тапсырма екен. Демек біз қазір жұптаса отырып есепті шығаратын боламыз. Тапсырмаға назар аударайық, қазір. Өрнекті ықшамдаңдар. Қазіргі бірінші есеп беріледі. Жұппен есеп шығарамыз. Қай жұп бірінші аяқтады, қол көтереміз де тақтаға шығып бұл есепті шығарамыз. Яғни бірінші есепті бастайық. Бірінші амал 8-ден 5 қосылған 6-дан 5 қосылған 12-ден 7. Демек бұна жерде бөлімдері әр түрлі. Демек бұл жерде бөлімін ортаққа келтіріп аламыз. Ал есепті бастайық. Есептің жауабы 2,24-тен 1 шықты. Лупаны ұстайық та іздейік. Үстін басамыз, дұрыс, жарғайсыңдар. Келесі есеп
Al, kelesi kelebek құрметті есепті шығарсаң, есебіңді тақтаға жазар ешкімге. 360-та 127 деген жауап бар ма? Бар екен, үстін басайық. Басықтағы. Дұрыс екен, жарайсың. Ал балалар, келесі теңдеулерді шешу. Бұл жерде берілген теңдеу берілген, және соған байланысты шешімдер берілген. Яғни теңдеуді шешіп, дұрыс жауабына барып сәйкестендіруіміз қажет. Егер де дұрыс болса, есеп берілгені жойылып кетеді. Кәнеке кім шығады? Келе ғой. Кез келген бір теңдеуді алайық. Мен 4-тен қосу 2 тең 7-тен 3 тең. Ал кәне есеп шығарайық. Жауап 28. Ал қантыр жауабын тақтап сәйкестендіріп көрейік. Дұрыс шықты ма екен есебіміз? 28-ден 5 деген жауап. Y тең 28-ден 5 деген жауап бар ма? Ақа орнына тексерейік. Дұрыс екен. Жарайсың. Ал балалар, біз есептен шамалы ауытқа бір сергіп алайық, е? Мына экранда көрсетілген қимылдарды музыканың ритмімен бірге қайталаймыз. Кәнеки, бастайық. Ал аяғымызды соған аяғымызды ал балалар бір сергіп алсақ, есебімізді ары қарай жалғастырайық. Жарайсыңдар, математикалық ізденушілер. Соңғы бекіту тапсырмасы сәйкестендіру ойыны. Бұл тапсырма сендердің жай бөлшектер туралы білімдеріңді тексеруге арналған. Сендерге сәттілік. Сау болыңдар. Ал біздің сол сәйкестендіру тақырыбына келейік. Назар аударайық, орта оқыту сыныпында. Бұл жерде не дейді? Берілген бөлшектер берілген жай бөлшек. Соның ішінен дұрыс және аралас сандарды теріп алуымыз қажет. Ал келесі есебіміз 7,11-ден 6. Ал келесі қандай? Аралас сандар екен, дұрыс. Жарайсың. Келесі 1,17-ден 2. Бұл да аралас сан екен. Келе ойын. Яғни бүтін сандар барлығы не екен бізде? Аралас сандар екен. Жарайсың. Бүгінгі сабақ қорытындылау мақсатында бүгінгі есепке байланысты тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма екен. Бөлшек сызығының астында тұрған сан не деп аталады? Бөлім. Қазір тексеріп көрейік. Дұрыс, жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік. Бөлшектің алымында, бөлімінде олардың бірден өзге ортақ бөлшекке бөлуді не дейміз? Бөлшекті қысқарту. Дұрыс, бөлшекті қысқарту дейміз. Дұрыс екен. Екі немесе бірнеше санның ең кіші ортақ есебі дегеніміз не? Дұрыс, екі санға да қалдықсыз бөлінетін ең кіші сан. Жарайсыңдар, бүгінгі сабақты толық меңгерген екенбіз. Ал балалар, үй тапсырмасы ретінде кітабымыздағы 113-ші беттегі 428, 29, 32 есептерді аламыз. Жарай ма? Олай болса біз қазір сабаққа кері байланыс берейік балалар. Сабақ өте қалай болды? Келесі кеп шапты бергеніміз, келе ғой. Келесі дайын қойып шыға берейік. Келесі кеп. Қалған дайын өтіп келеміз. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз көпшілігімізге түсінікті болған екен, жарайсыңдар деген береді. Ал енді сендерге жаңа берген бағалау парағын толтырайық. Яғни жаңа меселерге айттым ғой. Бүгін өз-өзімізді бағалайтын боламыз. Яғни шынайы болыңдар, әділдікті, яғни бүгін сабақта шынайы қандай деңгейде көрсеттік, соны белгілеңдер балалар. Болдық па? Оны қазір сабақ соңында жинап алам. Осымен балалар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңдар. Сау болыңдар.